Бүгін баламның садигіндегі күзгі көрмеге арнап жасаған қол өнерімді көрсетемін. Алдымен картонның шет-шетін осындай ыстық клейдің көмегімен рамка етіп қоршап шықтым. Сосын даладан теріп келген жапырақтарымды ешқандай ретсіз қалай болса солай осы клейдің көмегімен жабыстырып шықтым. Сосын алдын ала пластилин сияқты етіп илеп алған қамырымды кірпі формасына келтірдім. Қамырдың рецептін қалай илегенімді астына жазып кетемін. Қара пістені барлық жеріне жабыстырып шықтым, кірпі ұқсатып. Көзі мен мұрнына мен торттың посыпкасын қолдандым. Немесе кәдімгі қара ірі бұрыш бар ғой, соны қолдана берсеңіздер де болады. Осындай екі, бірі сәл үлкенде, бірі кішілеу кірпі шықты. Сосын кішкене бір ашық сияқты болып қалған болды да мен үшін. Саңырау құлақты жасай салдым. Саңырау құлақты да дәл осылай көрсеткенімде етіп жасасаңыздар болады. Жаңа сториске салған кезде өте көп адам жазды, ой күшті идея болды деп ше. Оңай, көп уақытты алмайды. Осыны жасап көрсеңіздер болады. Осы видеодан кейін қызыма арнап жасаған қол өнерді салатын боламын. Парақшаға өтіп көрсеңіздер болады.